Ассалаумағалейкум, қадірлі қауым. Студияда мен Асан Омаров, абайтанушы. Мен қасымда отырған азамат Абылайхан Нұрланұлы, ізденуші, жас абайтанушы. Екеулеп бір абайдың сабағын жүргізбекпіз бүгін. Айта кетері, былтырғы жылы Даналық дариясы деген тақырыппен 10-нан астам дәріс жүргізген едік. Содан бері біраз уақыт үзіліп қалды. Енді Абай атамыздың міне 180 жылдық тойы қарсаңы 2 ай қалды. Соның қарсаңында осы дәрістерді қайта жалғастырайық деп ниеттеніп отырмыз. Қанша 5 тақырып бола ма, одан да көп бола ма, сіздерге Абай атамыздың сол даналық көзқарастарын элемент түсіндіріп жеткізуге тырыспақпыз. Бүгінгі қандай тақырыпта? Бүгін бізде мына Абай атамыздың нақлия және ғақлия туралы айтқан сөздер бар ғой. Нақлия деген не, ғақлия деген. Соған тоқтайық па? Сол бірінші нақлия туралы айтып берсеңіз. Нақлия деген бұл қайдан шыққан? Бұл араб сөзі ғой, негізі арабша ғой. Жалпы нақлия, ғақлия деген терминдер ол шығыстан алынып отыр. Сондықтан Абай және шығыс деген тақырыпқа кіреді бұл. Абай және шығыс. Нақлияны біз өзіміздің тілімізде айтқанда мораль философиясы дейді. Этика дейді ғой, ғылым тілінде. Этика, мораль философиясы, ол нақлия, араб тілінде. Ғақлия деген ол бұл таза не, теология дейміз. Бұл жүрекпен жететін бір рухани шындықтар. Ғақлия деген ол, яғни нақлия бірінші саты тұрады да, ғақлия одан жоғары тұрады. Нақлия мысалы ақпарат, мағлұмат барлығы. Нақлияға дегенге ол өте кең мағынасында. Мақал мәтел қазақтың, аят хадистер, имамдардың сөздері, мынандалғы хадистер, оған түсініктен түгел нақлия кіреді. Себебі адам оны ақылмен қабылдайды. Үлкендер кішіге айтады, ата-анасы баласына айтады, сен бұлай болсаң жақсы боласың, бұлай жаман боласың деп ақыл айтады. Соның бәрі нақлия деп аталады. Нақлия деген ол кәдімгі дидактикалық насихат. Үлкендердің өсиеті болды. Ол әрі қарай тереңденбейді. Ол неге жаман, ол неге жақсы. Енді осы жерде нақлияның өзін кейде Абай кейбір қазақтың нелерін сынайды ғой, мақалдарын, кейбір қате нақлия болуы мүмкін, енді ол заманына қарай мүмкін, сол заманға сай, қазіргі заманға келмеуі мүмкін ғой кейбір нақыл сөздер. Әрине, нақлия деген ол өмірмен тығыз байланысты нәрсе ол. Өмір өзгерсе, нақыл да өзгеріп отырады, мақал деген сияқты. Нақлия деген ол жаңағындай көпшілікке арналған жол, міне дін жол сияқты, міне осылай дұрыс болады. Тәжірибеден жиналған, тәжірибеден жинақталған, ол өте маңызды нәрсе ғой. Сондықтан ғақлия деген ол үлкен дайындық керек. Ол жаңағы сенің ақылымен қабылдаған нәрсе көп уақыт өтіп ішкі жұмыс жасап, сол ақырында жүрекке дейін жетуі мүмкін. Сонда ол ғақлия болады. Бір мақал бар ғой, ең алыс жол адамның миынан жүрегіне дейін дейді. Бұлай қарасаң бір жарты метр, сен өмір бойы жүріп өтуі мүмкін. Жаңағы нақлияны қорытып ғақлия айналдыру өте қиын шаруа. Ол адамның өзімен өзі күресуін білдіреді. Өзін-өзі жөндеп, өзін-өзі тәрбиеге байланысты. Сонда ғақлия мен нақлияның арасында үлкен айырмашылық бар, және бұл мұсылман философиясында тереңдеп ғалымдар оқып тоққандар біледі. Нақлия мен ғақлия деген үлкен ғылым өзі. Бір көп томдық кітаптар жазылған. Нақлияны түсіндіру, ғақлияны түсіндіру. Екеуінің айырмашылығы өте үлкен болғандықтан ғақлия деген жаңағы жанға байланысты көбінесе. Нақлия ол бұл материалдық әлемге байланыстырып жасалған нәрсе. Енді нақлияны жаңа сырттан көп қабылдағандар ғалым болады деп айтады ғой Абайда. Ғылым захири дейді. Ғалым болады. Ғалым болады, нақлияны көп үйренгендер. Ғақлия мен хакім болады. Хакімдік деңгейге көтерілген. Содан кейін Абай айтады, мына дінді үйреніп жүргендердің ішінде дейді, мына ғалымдардың нақлиясы мен иман келтірсе, ол иман тақлиди дейді. Ол еріп, айтқан сөзді тыңдап, соны ұғып алып, сол иманын келтіреді. Ал хакімдердің ғақлиясы мен иман келтірсе дейді. Ол яқини иман болады. Яқини деген шын иман болады. Ол өте қиын нәрсе, ол таза иманға жету. Айтып отырмын, ол бір таудың басына шыққан сияқты. Бір 10 жыл, 20-30 жылда да сен жете алмауың мүмкін. Тарихат дейді.
Сондықтан ғақлия ол бірінші саты, білім алу, жинау. Ғақлия содан нәтиже шығару. Иә. Өзіңнің әдетін қылу. Жаңа нақлияны ұстану. Вот бұл өте қиын шаруа. Сондықтан нақлия мен ғақлия туралы көп айтуға болады, бірақ ең басты жаңағы Абай атамыз айтқан міне. Нақлия мен иман тақлиди болады, дербем болады. Ғақлия мен шын иман болады деген айырмасын айтып тұр. Сонда ғалымдардың көбі сол нақлия, қазіргі ғалымдар көбі нақлия деңгейінде ғой. Түгел нақлия. Теория. Түгел мына біздің университет, бастан аяқ оқу ағартушының бәрі бізде нақлия болып келеді. Абайдан ақылмен ойлап білген сөз бойыңа жұқпастырғандар дейді ғой. Бұл нақлия. Нақлия, иә. Нақлияның бір жақсы жері сен қабылдайсың. Екі жағына екі жақ құлағың ағып кетіп отырады. Ол тоқтамайды. Ынталы жүрек сезген сөз бар тамырды қуалар. Бұл уже ғақлия. Бұл ғақлия. Жаңағыда жүрегіңмен етін бар тамырдың 62 тамыры бар. Сен тамырыңды ұстап тұрған нәрсе ол не? Сен соны дөң болып, соны ойлап ұйықтамайсың. Сенің жүрегіңе сінеді, сен нағыз ғақлия бойыңа сінсе, сен толық адам боласың, шын адам боласың. Ал егер мысалы нақлияны білмей ғақлияға өтіп кеткендер бола ма? Ол енді бір Құдайдың берген бір сирек әулиелік жол ғой. Ол енді шындығында ол табиғатта болмайтын нәрсе, бұл феномен дейді ғой. Сондай нәрсе болып туа біткен бір негізі заңдылықтан нақлиядан ғақлияға кету. Нақлиядан мысалы үшін 10 сыныптық мектепті бітіріп мен институтқа түсу мүмкін емес. Сол сияқты нақлияны өтпей ғақлияға өте алмайсың. Бірақ кейбір жағдайлар болады, туа біткен әулие болып, ондай Алланың несімен, шапағатымен, құдіретімен. Осы мына нақлия мен ғақлия туралы Абай шығармашылығында айтылады ғой, жаңағыдай ғылым захири дейді, ғылым батини дейді. Сонда осы қара сөздерін қайсы бұл жаңағы қай жылдарды нақлия деп айтуға болады, мысалы бірден енді ғақлияға өткен жоқ қой. Әрине бұл совет кезінде осы айтылмай келген мәселе, осы біз айтып отырғанымыз. Совет кезінде олай Абайдың ана сатысы мына кезең деп айтылған жоқ, түгел. Абай ақын, бастан аяқ ақын ағартушы дейді. Ол төмен биіктелінген жоқ, бірыңғай ақын. Шындығында Абай олай болмаған. Абай ақын болуға дейін ол жай өзі қалыптасты, боз бала жігіт болды. Қазақтың ішінде, қазақ мәдениеті сіңірді. Құнанбай әкесін еріп өсті солай. Одан кейін ақындықты орыс ғылымын оқып, Европа ғылымын оқып, ақындықты бастағанда бұл ағартушыдан бастады, нақлиядан бастады Абай атамыз. Нақты айтқанда 1884 жылдан, тұрағының естігінде 84 жылдан 90 жылға дейін, қанша 6 жыл ма? 6-7 жыл Абай атамыз ағартушы болды. Сонда бұл 40-қа таяған шағынан бастаған осы? Иә, 39-40-да бастап 45-46 жасқа шейін уақытта, ең өнімді аралық қой. Сонда қазақтың жазба әдебиетінің классигі болған Абай осы кез, ағартушылығында. Ғақлия жоқ әзірге. Бірақ нақлияның өзін ол жырауда айтты, басқалар айтты, бірақ Абай сияқты айту, ол бір жарқыраған алмас сияқты бір кәрімет дүние ғой. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарын тіленбейдің өлеңдері мысалы үшін. Ол қазаққа бәрі түсінікті нәрсе. Бірақ оны айтып жеткізу абай болу керек. Ретімен айтады ғой. Қызды қалай таңдау керек, жігітке қандай, махаббаты қандай болу. Содан бастап табиғатты суреттеу төрт мерзімді. Адамның жаңа ішкі құбылысын, лирикасын айту, түгел айналдықпен түгел нақлия, ағартушылық. Аудармалар, иә? Аудармалар да кіреді. Мына Онегинді аударған Татьянаның әні деген. Бұның бәрі музыкалық шығармашылығы да, композиторлық. Бұның бәрі нақлия, мұрасы. Халықтың сана сезім көтеруге арналған. Бірақ ол әргі жүрегіне халықтың жетіп түзеуге жетпейді ол. Мысалы, кейбір жаңада неде, мысалы, әлеуметтік желіде Абайды сынайды ғой, мысалы, Абайдан төмен ғалымдар, ағартушылармен олар көп нәрсе істеді деген сияқты. Ал Абай тек қара сөз жазды, ол басқа не істеді деген сияқты айтып жатады да. Олар көп нақлия деңгейіндегілер ғой. Ыбырай Алтынсаринді айтамыз, мысалы, Ыбырай Алтынсаринді айтамыз, ол мектеп ашты, ағартушылық болды. Ғалым, ағартушы ғалым.
ол да ағартушы, Абай да ағартушы. Ол 90 жылға дейін. Енді ол жағынан салыстыруға болады. Ағартушы қызмет деген сол халыққа қызмет ету. Ахмет Байтұрсынұлы оның бәрі ағартушы. Түгел ағартушы. Шоқан Уәлиханов ол ғалым ретінде ағартушы. Ол да ғалым, бірақ ол да ағартушы. Ғақлия тұрғысында жоқ. Жүсіпбек Аймауытов түгел алашарыстар түгел ағартушы. Халықты ағартып отыр. Бұл ағартушы деген төмен нәрсе деген емес. Ол сол заманның сұранысына байланысты халықтың надандықпен қаттығысып тұрғанын көріп, сол надандықты жарығын беріп, надандықты сейілту үшін ағартушы керек. Ол кезде сен ғақлияны айтсаң, ғақлияны керек істеп жүр, жаңа тыңдай алмайды, ұқпайды. Надандық бұлтын сейілтуге ағартушылық керек, сондықтан Абай бәр күшін салды 5-6 жылда. Ағартушылық бұл сонда бұл таным ғой. Ағартушы деген ол таным керек. Қараңғы тұр ғой, соны ағартуға қалай сен қараңғы жерде свет лампа жағамыз, ағартамыз. Күн сәулесі түн қашады, ағарады. Сол сияқты ішкі дүниесін халықтың ағарту. Мынау дұрыс. Көзін ашу ғой. Көзін ашу, ағарту. Бірақ әлі жүрекке айтып отырмын, жүрекке жететін нәрсе емес бұл. Бұл Алла тануға қатысы жоқ. Ғақли емес. Міне сөйтіп Абай атамыздың бірінші кезеңі ол ағартушылықпен шұғылданды және жаңа жол салды поэзияда. Бүкіл жазба әдебиетінің іргесін қалап шықты. Себебі оның ерекше талант. Өлең жазғанда жай жазбайды. Өзінің ұйқасымен, өзінің түрімен, әсіресе мазмұнымен бұрын болмаған 8 аяқты мысалы. Сол үлгі беріп. Енді осында Абайды қазақтың бас ақыны дейді ғой мысалы. Басқа да ақындар көп қой. Неге оны айтты екен де сонда? Әлде осы бас ақыны деген осы жаңа жолды салған үшін. Бұрынғы талай жыраулар өткен ғой, неше түрлі дүлдүл өткен. Бірақ Абай атамыздың жаңа жол салғаны өлеңді тәрбие құралы қылып отыр. Адам болуға қалай? Бір қана бір хикаяны айту емес, немесе адам болу жолына өлеңді құрал қылып поэзияны. Сондықтан бас ақыны дейтіні бұл жаңа методика жаңа жол ашып отыр, реформа жасап отыр. Түрі мен мазмұны үйлесімге келтіріп отыр. Бұл енді айтып жүрген көшарба. Сондықтан бұның бәрі айтқанды жаңа нақылияға жатады, Нақылияға. Жаңа ағартушы дедік, мысалы, жаңа қай жылдары ағартушы дедіңіз? Бұл 1884-тен 90 жылға дейін 6 жыл, 84-ке дейін ол кісі 5 жылдай ғылыммен шұғылданды, ғылым алды. Қай жерде шұғылданды? Осы Семейдің Гоголь атындағы кітапханасында кітаптың түгелін тауысты, журналды. Сол 5 жылда орыстың мықты деген жер айдалып келген адамдармен достасып одардың көбіне алды. Ақпарат алды. Үшіншіден өзі сол кезде көркем әдебиетте де шұғылданып алғашқы аудармаларын жасап, өзі қалам төселді. Сондықтан 84 жылға дейін Абай атамыз дайындалып келді. Қаламгер ретінде, оқымысты ретінде, ойшыл ретінде дайындалып кірісті. Нақлияға кірісті. Нақлияға кірісіп, нақлияны аяқтағанда ол біз ағартушыға да демейміз, оны ойшыл философ та дейміз. Себебі ол ойшыл философ қана айтылады жаңағыдай терең дүниені. Осындай философ деген бұл батыстық неде философия деген пән ғой негізі. Философия деген ол пән ғой, ол ойды жақсы көру, ой еңбегімен құрғаны ұйқасты емес, ой жату керек. Ойшылдық екеуі былай ұқсас сөз, ойшылдық пен ойшыл мен философ бір сөз ғой, бір ұғым. Бір ұғым, Екі түрлі нәрсе ғой, сыр мен сымбат дейді ғой Абай атамыз. Сонда сыр деген ол жаңа ойшылдықты айтып отыр. Кез келген сөздің астында сыр жату керек. А сымбат деген ол соны әдемілеп жеткізе білу. Бірақ енді бұл жерде жаңағы нақлиямен адам философ бола ма сонда? Нақлиямен де философ болады. Мына батыс философтары көп нақлиямен философ болды. Мына айтады ғой, Кант, Шопенгауэр, олардың бәрі шығыс үлгісіндегі философ емес. Олар ғұлама саналмайды. Олардың бәрі философ. Философ ол материалистік көзқарасқа көп жақын жүреді. Бірақ ана жаңағы Абайдың мысалы батини жаңағы захири ғой, нақлия ғылым бір батинийға өтпеген. Бұлардың бәрі сол көрген нәрсені, мына Канттың жаңағы теориясы болсын, Гегельдің теориясы, бұны көрген осы дүниеде құбылыстарды ұқтыруға тырысады. Сен көріп отырсың, оны барып тұрып, осы қалай деп. Көрінбегеннен олар айта алмайды, оған жете алмаған, оған
өресі жете алмағандар. Батыс философиясы содан кейін сөніп қалды ғой қазір. Батыс философиясы. Енді бұл жерде жаңа философ, ойшыл болған кез дедіңіз, осы кездерде, Осы ағартушы, ойшыл философ бірге кетеді. Ағартушы, ойшыл философ. Бірінші кезеңде болады. Одан кейін бізде ғұлама, ойшыл, теолог деген деңгей бар екен. Бұл ғақли дәуірдің басталуына байланысты. 1891 жылы Ақшоқыда отырып, 91 жылы Ақшоқыда қыстың күні осы ғақлиясын бастайды абай атамыз. Ғақлия деп қояды, неге? Біліп отыр, нақлия мен ғақлияның айырмасын. Бұрынғыны қойдым дейді. Иә, оны айтады. Түзетпеген заман дейді, өзімді тымақ зор тұтып дейді. Бірақ ол болмайтын бол дейді. Несібеушем наданды дейді ма? Ол нақлиямен мен жете алмайтын түсіндім дейді. Мен ешкім ерген жоқ, көнген жоқ. Сондықтан мен адам өзін түзеу керек деп шешім дейді. Адам өзін түзеу үшін ғақлия керек, нақлиямыз. Ішкі дүниесін түзеу үшін, жарқырату үшін, жүрегін тазалау үшін ғақлия керек. Нақлиямен ол тазаланбайды. Сол міне ғақлияны жазуға кірістім, енді басқа ешқандай шаруам жоқ деп бастайды өзі қара сөзін. 91-де бастайды. 91-ден 97-ге дейін қараңыз. 97-ге дейін. 7 жылдай. 6-7 жыл. Осы ғақлия қара сөздерін аяқтайды, жазып қара сөзін. Одан кейін теологиялық, философиялық өлеңдері. Алланы тану туралы, Алла туралы. Бұл кезең әрине ғұлама, ойшыл деуге болады, жаңағындай. Бұл ағартушы емес. Ағартушыға жақын. Ғалымдықтан да асып кетті. Бұл ғалымдықтан да асып кетті. Бұл хакімдікке барар жолда. Бұл теолог дейді, теолог деген Құдай танушы ол. Құдай танушы деген ол жоғары деңгей ол әрине. Хакімге емес, хакімде емес, но бірақ ол теолог ғалым деген хакімдікке қарсаңында тұр. Ал мына абайдың ақыл мен хауас барлығын білмей тұрып жүрек сезе тұр деген өлең бар ғой, соны бұл осы кезеңде жазылған. Осы 95 жыл жазылған. 97 жыл жазды, иә. Осы одан кейін атақты өлеңдер алғы. Алла деген сөз жиын. Иә. Адамзат бүгін топырақ, бүгін адам топырақ деген басталатын өлеңдер. Одан кейін күні тойымда бір тәңір ойында бірақ тәңірі деген. Көктұман алдында келер заман сияқты. Мықты өлеңдері осы кездікі. Осы кездікі. Себебі бұл сол Құдай бар ма, қандай білінеді, қалай не деп көп ойланған бұл кісі. Абай атамыз. Бұл кезде негізгі шаруасы ана қара сөз жазу өлең шығару емес, осы оймен отырғызу. Бұл как Жидебайға барған шағы өзі. Сонда осындай биіктікке жете бастайды. Жоғарылай бастайды кезең, әртүрлі жағдайлар болады, әбіш қайтыс болады. Оның бәрі әсер етеді, бәрі Құдайға жақындата түседі. Осыны 50-ден кейін сонда бұл кісі ғақлияға кеткен бе? Иә. Жоқ, 50 емес, 90 жылы 45-те ме? 45-те, иә. 46 жасқа шыққанда бұл қара сөзін жазса болады, ғақлия деген. Яғни өзінің ішкі дүнием өзгерді деген сөзі. Мен ғақлия кеттім деген сөз. Ғақлия деген дүниенің көрінбейтін жағы. Батини жағы. Батини жағы ол Құдай тағала, ол жан туралы деген сөз. Біз мына көрінетін дүниенің бәрін саналмайды ол, оның бәрі ғақлия. Енді мына әлемдік ойдың алыбы болған кез хакім дейді ғой, енді абай хакім деп айтып жатамыз ғой. Міне жаңа көріп отырмыз, абай өте үлкен сатыдан біртіндеп өткен, секіріп бара жатқан жоқ. Жаңағы ауылдың азаматы, қырдың, байдың баласы болып өсіп, одан кейін ғылымға кіріп, ғылымнан кейін ағартушылыққа кіріп, сатылап келеді. Ағартушылықтан кейін жаңа қара сөздерін бастады, ғақлияны. Оның ішінде теологиясы бар. Сөйтіп өсіп 1898 жылға келгенде, 98 жыл өзі бір уақиға болады, абайды сабалды деген. Ол да абайға қатты әсер етеді. Сол бәрі әсер етіп, 98 жылдың қысында, соңында тастиқ деген сөзін жазуға кіріседі. Ең соңғы үлкен еңбегі кітап тастиқ. 91-де ғақлияны бастады ғой. 98-де китап тастиқ жазған. Иә, анау 91-97 арасында ғақлияны бітірді. Оны бітіріп қояды. Молдаға береді, мені көшіріп алып, балаларға оқыта береді. Мүрсейт деген. Иә, Мүрсейт қана емес, көптеген молдалар. Содан кейін бір жылдай өтпесті, тастиқ деген екінші кітабын жаза бастайды. Қазір 30 қара сөз деп жүрміз, өкінішке қарай. Ол дұрыс емес. Кітап тастиқ деген ол үлкен теологиялық еңбек, ол мұсылман әлеміне, түрк әлеміне таңғалдыратын. Егер жеткізе алсақ. Біз жеткізе алмай қорғап жүрміз. Себебі ондағы әрбір сөз, әрбір сөйлем ол тезис. Екіншіден қайдан келген? Ол кітаптан алынған емес. Құраннан ол ғайыптан келген. Абай атам
түнде оянып кетеді, ана кім жазады, Әрхам шамы жаға қояды да жазады, қайта жатып қалады. Біз ойлайдық, біз осыны естіп Құран оқыдым, сөйтсек осы тастықты жазып жатқан кезде ойына Алладан келіп түседі, солай жаздым. Бұның ерекшелігі сонда. Бұл ондай қайталанбайтын кітап, бұл аянмен жазылған Құдай тағаланың сөзі сияқты сөз. Оны өз алдына бөлек әңгіме, оны біз тастық туралы жек айтуымыз керек, бұларда айта алмайсың. Осы хакім деген жалпы хакім туралы айтып кетсең, сол хакім деген жалпы кім хакім деген? Хакім деген ол Абай атамыз айтады, ол әр нәрсенің түпкі себебін іздеуші дейді. Соны іздеп, содан ләззат алушы дейді. Түпкі себеп деп Құдайды айтамыз біз. Оның басқа түпкі себеп жоқ. Сол Құдайды танимын деп қалай ол істің қалай оғам, қалай нетем деп, соны түпкі себепке жетуді хакім дейді. Хакімнің дәрежесі ол зерттеуші, ол рухани зерттеуші, жаңағы батини зерттеуші. Мынандай ғалым ешқандай қатысы жоқ. Материальный. Эйнштейн, Ньютон, пәленбайдың ол ғалымдардың бәрі ол айтады, ол ғалымдардың бәрі хакім емес дейді. Әрбір хакім дейді, сондай ғалым бола алады ғалым. Анадай ғалым хакім бола алмайды дейді. Сондай ғалымдардың үстінде тұрған ғалымды хакім дейді. Сол Абай атамыз сондай хакімдікке жеткен. Хакімдер әлемде бар ғой, Сократтан бастап хакімдер аз емес, бар. Бәрі де. Ғазали де хакім болған. Онда хакім деуге болады. Фарабиді. Фарабиді хакім демейді, но бірақ ол да сондай топқа кірген, үлкен өзгеріс жасаған адамдар, рухани жағынан. Шындыққа жету ғой мәселе. Сол шындыққа жеткенде сол хакім болады. Абай атам сол шындыққа жеткен, тастық деген жаңағы шындық деген сөз кітабы. Соны қалай жеткенін айтады. Өзі үш бөліктен, біреу Алла тағала, бірі адамның өзін өзі тану, одан кейін барып дүниені тану, одан кейін барып жаман мен жақсы айыру деген өзі сондай бөліктері бар. Енді жаңа біз нақылдар көп ғалымдар, бұлар жаңа көбінесе нақылдар түгел ғалым. Қазір енді мысалы ұстаздар, ағартушылар көп енді Абайды бүйтіп көп деңгейін, өзінің деңгейі сияқты түсіріп тастайды екен, бір оның жоғарылығын түсінбейтін сияқты. Оны өте маңызды нәрсе айтып отырсыз Абылай. Қазір біз ең номер бірінші абайтанушы деп жүрген бәрі олар ғалымдар. Ғалымдар. Нақылиян адамдар. Олар ана ғақылияны түсіндіруге дәрменсіз. Сондықтан еріксіз Абайды өзінің деңгейіне түсіндіруге тырысады да. Абай солай деп, енді әдейі түсірейін деп отырған жоқ. Әркім өз деңгейіне қарай жазады. Сондықтан жеткен жері бар ғой. Өзімді мен хакім дей алмаймын, мен абайтанушымын, бірақ мен де сол ғалым деңгейіне, мысалы. Абайдың абайлығы сонда, ол енді шәкәр, мысалы үшін, біздің ордың шәкәрім отырса, Абай түсіндіріп береді. Себебі деңгейлес. Сондықтан ол үлкен шаруа. Бірақ солай екенде Абай танылмайды деген әңгіме жоқ. Абайды тануға болады, оған жол көп. Танылады, түсіндіріп жеткізу. Жалпы енді мен тағы қойып бір сұрағым бар еді, осы Абайды оқығаннан Абай адамға дарға жалпы ең үлкен пайда қандай? Енді қазіргі кезде пайданы көздейді ғой адамдар, қандай пайда дейді ғой? Ол былай ғой, мына кез келген нәрсе материалдық әлемде ол шетелден келеді. Дайын, неге ақша керек одан? Машинасында береді, телефонда береді, неше кез келгенде қазір Африкадан бастап бүкіл әлемді алып барсаңыз, пойызы жоқ, самолеті жоқ, сотыбы жоқ, немесе асфальты жоқ, қалада елде жоқ, бәрінде. Себебі өзінен өзі келеді олар. Рухани нәрсе, жаңа даналық Абайдың ілімі сияқты, олар ешқашан келмейді. Себебі басқаларға сен топас болып қалғаның керек. Топас қалық, ол сен дайын сатып алады, тобыр. Сондықтан әрбір халық, әрбір ұлт өзінің көсемі арқылы жаңағы топастан құтылу үшін рухани ілімді көреді. Рухани ілім шетелден келмейді. Шетелден рухани ілім келеді. Одан материалдық ілім ғана келеді. Материалдық ілім ол тек баю, ақша болды. Жаңа мораль, этика, сол нақылдық деңгейі. Ол нақылдық деңгейін бәрі ана обслуживает сол жаңағы нені. Сен моралист болсаң, сен сол материалистсің сен де әрбір. Сен атеист болма, бірақ сен өмірің сол не болады. Заттық өмірде жүресің. Абайдың отырған мына құлағыңнан тартып мына жаққа шық дейді, шындыққа қарай. Сонда ғана ол өзіне түсініп, рухани ілім алып тазарғаннан кейін басқа сапаға көшеді. Бірнеше диплом бар, бірақ тоқпайтын адамдық шамалы кісілер көп. Көп ондай. Оны дәлелдеп қажеті жоқ. Түрмеге де түсіп жатыр, үйтіп жатыр, мансапқа жатыр. Себебі рухани ілім алмаған, ол жауылып қалған, бізге Абай шәкәрім. Насихатталмайды мемлекеттен кейін.
керек жоқ, біз шетелден алып жатырмыз машинаны, ақылды да соны аламыз деп ойлайды, дәстүрді соны аламыз деп ойлайды. Қателік осында. Сондықтан біздің серпіліп бойға жұқпайды сырғанақ дейді ғой, қазақтың өзін өзі таба алмай кішкене қиналып жүрген жері сол. Абайдың міне 180 жылдық келе жатыр, бірақ сондай үлкен насихат жүр деп айта алмайсың. Жарайды, бір галочка үшін болғалы жатыр. Шындығында осындай датаны бәрі күшті салып қолдану керек. Халыққа мысалы көрсету үшін. Конфуций Қытайда. Конфуцийді жоғары көтереді. Көтереді. Лаоцзы деген бар. Конфуций екеуі қатар жүреді. Лаоцзы таза сопы ол. Конфуций кішкене ол материалдық жағынан да. Сондықтан қалай болғанда Конфуцийді туғып енді қоғамға ағартушы ғалымдарға Конфуций керек, хакімдер керек. Ана түсіне алмайды әулие. Вот біздің арманымыз сол, Абай шәкәрімді сондай деңгейде ұстау керек, одан түсірмеу керек. Одан түсірсек, енді ол үшін абайтану орталықтары ашылу керек қой. Ол мәселе орталықта емес. Ол орталықтан контордың бір болып қалады. Орталық бар дейді, керек жоқ. Мәселе орталықта емес, мәселе ұстаздарды дайындау. Ұстаздар дайындау керек. Мұхтар өзі ұстаздар дайындады ғой. Мына Казгуде болсын, пединститутының болсын да абайтанушы лекция оқылды, топтар болды. Ұстаздар арқылы баладарға жетеді. Көп баладар оқыса, абайдың ішінен одан сайын көбейе береді ұстаздар шығып. Бүкіл Бұқара ағарады, сол кезде ғана. Құрған бір орталықты ашып қойған, ол түк емес. Сонда бір 10-15 адам отырады, ақша болды, соны түк шықпай. Ал зерттелген, жазған дүние жетеді. Бізге керек сөздерді халыққа жеткізетін кісілер, үгітшілер керек, ұстаздар керек. Бұл оқу ағарту ісінің шаруасы, министерство деген сияқты бүкіл қамтылу керек. Бұл енді ертең-кеш болашақта болатын іс деп ойлаймын, себебі рухани ұстазсыз сол маңыраған қой сияқты жүретін халықтың тобы болмайды. Шетелге қарап, ештеңе Абай айтып кеткен ғой, ол сырттан пайдасы жоқ ол. Көп іліңдірінде айтады. Шәкәрімде затшылдық көзін байлайды дейді ғой. Адастар байдайды, тән билемейді, жан билеп, ақылын сорып қайнайды. Солай материальный немен адам шындыққа жете алмай тұрады ғой. Маңайлап қана жүреді ғой сонда, маңайлап. Абайдың да не пайда бар мыңнадан дейді. Сырдың көріп таңдасын. Сырдың тамаша екен дейді, жарқырап. Оның дағы бір есті дейді, ішкі сырын аңғарсын. Сонда мың адаммен бір кісіні қатар қойып тұр Абай. Оның мыңны керек жоқ, не пайда оны соқыр болса. Соқыр топас болып жүрген екен. Ол мыңның ішіне біреу Абайға керек болып тұр. Сонда ол мыңның ішіне біреу болу үшін оқу ағартушыдан басталу керек. Балабақшадан, бастауыш класстан, орта класстан түгілі Абайды. Бұнда сонда кішкентай кезден мынаны мысалы жаңағы өлеңдер бес нәрсеге қашық бол, ас бол деп оқыса, бұл кейін ол кезде түсінбесе де кейін түсіну мүмкін ғой. Жоқ, сол кезде әлден түсіндіру керек. Мысалы үшін бес нәрсеге қашық бол дегенде немен айтты? Талап еңбек. Терең. Жоқ, талап еңбек осы дүние болып керек, сен талап іштің. Бай боласың еңбекпен бәрі. Одан терең ой деген Құдайды тану. Басқа әңгіме жоқ. Терең ой деген бір-ақ нәрсе. Батинийді білу жаңағы. Сен сол батинийді білсең, сен қанағат рақым өзінен өзі туады сен. Анаған ерік біледі ол. Ол бөлек нәрсе емес, мынаған байланысты нәрсе. Мейірім жаңағыдай. Мейірім, махаббат, рақым, қанағат түгел мына терең ойдан туып тұр, Құдайды танудан. Құдайды танымадың сен, біт танадар жоқ. Маған сен миллиардер, материалист болсаң, таза материалист боласың да сен қарсы жүресің. Құдайға да, халыққа да какай боласың. Мұқым қауым оңбайды. Онда ол мысалы онда бос өтеді ғой өмір. Өмір зая өтеді. Ол бір екіншіден сен маңайына зая жасайсың. Сен үлгі көрсетесің жаманыңызды. Сен қарапайым бір қойшы болсаң бір сәрі, сен бір жоғары бір билікте мәнсапта жүріп өзің сондай істесең, бітті. Сондықтан Абай не үшін керек деген әңгіме үлкен. Енді уақыт өте шықты. Бүгін нақлия мен ғақлия туралы айттық біраз нәрсеміз. Осылай сабақта енді халқымыз біз Абай елінде тұрғаннан кейін, Абай атындағы облыста отырғаннан кейін, Абайды насихаттау әсіресе керек. Жалпы қай қазақ болса да ұстайда бір қонақтар келді. Абай десе өре тұра келеді, бәрі біледі Абайды, ұстаз данышпан. Міне соны түсірмеу керек. Сол Абай атамыздың даналығын жая беруіміз керек, жеткізе беруіміз керек. Ол Абайға керек жоқ, өзімізге керек. Өзіміз бақытты болуымыз керек, өзіміз берекелі болуымыз керек. Аман сенде жүздесек, саулықта болайық.